Әкімшілік құқық бойынша Еуразиялық конгресс құрылады. Қазақстанның жоғары соты бұған бастамашы болды. Еліміздің әкімшілік әділетінің 5 жылдығына арналған халықаралық форумда осы мәселе жан-жақты талқыланды. Әкімшілік құқық бойынша Еуразиялық конгресс құру цифрлық трансформация кезегінде саланы дамытуға әрі беделді халықаралық сараптама алаңын қалыптастырудағы маңызды қадам болмақ. Қазақстан бастамасын Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Германия, Түркия мемлекеттік кеңесі палатасының төрағалары қолдады. Жалпы форумда әкімшілік сот ісін ілгерілету, азаматтардың құқықтарын қорғау саласында озық халықаралық тәсілдерді енгізу мәселелері қаралды. Ал жиын соңында қатысушылар әкімшілік құқық бойынша Еуразиялық конгресс құру туралы декларацияға қол қойды. Большие вызовы перед административной юстицией. Қазіргі таңда Қазақстан мен Германияның әкімшілік әділет жүйесі ұқсас сынақтармен бетпе-бет келіп отыр. Мемлекеттік басқарудан жылдамдық пен жоғары сапа талап етіледі. Оның үстіне басқару қызметіне жасанды интеллект әсер етуде. Ал әкімшілік әділеттің негізгі міндеті бүкіл мемлекеттік басқару жүйесінің заңдылығын тексеру. Сондықтан бұл мәселелер сот төрелігінің де басты назарында. С принятием этой декларации Бұл декларацияның қабылдануы бізге алдымызда тұрған міндеттер мен кездесетін кедергілерді бірлесе талқылауға мүмкіндік береді. Осы мақсатта әкімшілік құқық бойынша Еуразиялық декларацияға қол қойып, арнайы алаң құрдық. Болашақта да бұл серіктестік өз жемісін береді деп сенемін.